Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін осындай өте дәмді бір жасағаннан сәтті шығатын осындай күріш пен гречка қосылған жеңіл сорпаның жасалу жолын ұсынатын боламын. Кешкі асқа немесе обедке жасасаңыз болады. Өте дәмді болып шығады. Ең алдымен қазанымызға сақтап туралған етті, сәбізді, пиязды және де бір ас қасық томат қосып, жақсылап тұрып барлығын қатты отта 15-20 минут бойы қорып алатын боламыз. Айтпақшы достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, мені қолдап отырыңыздар. Каналымнан әртүрлі тамақтардың жасалу жолын көре аласыздар. Осылай жақсылап тұрып қорылғаннан кейін үстіне қайнап тұрған суды құятын боламыз. Мен көп адамға жасайтын болғандықтан 1,5-2 литрге дейін суды көп қостым. Сіздер адамның санына қарай әртүрлі етіп, әртүрлі мөлшерде қоссаңыздар болады. Барлық қажетті құрамды мөлшерін барлығын описание бөлімінде қалдыратын боламын. Суды құйғаннан кейін бетін жауып, орташа отта 1-1,5 сағатқа, яғни толық піскенше қалдыратын боламыз. Бұл сорпаға кез келген көкөніс түрлерін қоссаңыздар да болады. Мен тек сәбіз бен пиязды ғана пайдаландым. Болгар бұрышы немесе кез келген кабачки сияқты кез келген көкөністерді пайдалана берсеңіздер болады. Суды құйғаннан кейін дәміне қарай тұз, паприка және де бұрыш қостым. Сіздер қалауларыңызға қарай әртүрлі дәмдеуіштерді қоссаңыздар болады. Осылай 1-1,5 сағат ішінде сорпамыз баяу отта осылай қайнап тұрған болатын. Еті де осылай жұмсақ болып, күшті болып пісті. Енді оның үстіне картошканы көпектап, өзімізге қалаған формада осылай турап салатын боламыз. Картошканы салғаннан кейін тағы да қазанда 10 минутта, яғни картошка 10 минут бойы қайнау керек. Содан кейін барып күріш пен гречкамызды жақсылап тұрып, 4-5 рет жуып, шаң болуы мүмкін. Осылай жақсылап тұрып жуып алғаннан кейін, оны да картошканы 10 минут қайнатқаннан кейін артынан бірден салатын боламыз. Күріш пен гречканы салғаннан кейін қатты отта 10 минут, одан кейін 15 минутқа баяу отта, яғни орташа отта қайнататын боламыз. Сол кезде күрішіміз езілмей, өте күшті болып пісетін болады. Күрішпен бірге гречкадан бөлек маш әртүрлі жармаларды қоссаңыздар, яғни пайдалансаңыздар болады. Осылай міндетті түрде жасап көріңіздер, өте тәтті, өте дәмді болып шығады. Яғни бір жесең тоқтамай жей бересің. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Осылай біздің тамағымыз дайын болды. Қараңыздар, күріштерде гречкада осындай өте күшті болып, езілмей күшті болып піседі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Айтпақшы достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, мені қолдап отырсаңыздар деген шағын өтінішім бар. Каналымнан әртүрлі кешкі асқа, таңғы асқа арналған көптеген тамақтардың жасалу жолын көре аласыздар. Әртүрлі выпечкалардың, торттардың көптеген рецепттер бар. Сіздермен болған дәмді рецепттер жинағы.